Ойлан және шүкірлік ет. Жаратқан Алланың саған берген жақсылықтарын ойлан. Сонда сен жақсылықтардың сені қоршап тұрғанын сезінесің. Ол сендерге өзінен сұраған нәрселерінің бәрін берді. Берген соншалық, егер Алланың нығметін санайтын болсаңдар, санына істе жете алмайсыңдар. Ибрахим сүресі 34 аят. Денсаулық, бейбіт өмір, ішер ас, киер киім, таза ауа, мөлдір су, баспана мен көлік, мал-мүлік пен бала-шаға, отбасың мен достарың. Сенде барлық байлық бар, бірақ сен оны сезбейсің де, байқамайсың да. Уа адамдар, Алланың күллі аспан әлеміндегілер мен жердегінің бәрін өздеріңе бағынышты етіп қойғанын, сондай-ақ сендерді өзінің жария һәм жасырын заттық әрі рухани мұншама нығметке кенелткенін көрмеймісіңдер? Лұқман сүресі 20 аят. Сенің аяқ-қолың, көз-құлағың және тіл-ауызың, яғни 12 мүшең аман. Ендеше Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Рахман сүресі 13 аят. Сен жүре аласың, қимылдайсың, естисің, көресің және сөйлей аласың. Тәбетпен тамақтанасың. Бұларды жай ғана нәрселер деп ойлайсың ба? Қаншама адамдар бар, аяқ-қолы мүгедек болып, қимылдай алмай қалған, немесе зағип, керең болып, басқаларға мұқтаж болып отырған. Қаншама адамдар бар, ауру сырқаудан арыла алмай қиналып, қалағанша тамақтана алмай амалы құрған. Жаратқанның сынағы әр түрлі болады. Денің сау, ақыл есің дұрыс бола тұрып, жаратқанның жақсылықтарын білмегенің, оған разы болып, шүкір қылмағаның жарамас бауырым. Бір кедей кісі өзінің жұпыны өмірінен алып, Алла оны жақсылықтарынан құр қалдырғаны туралы айтып, ғалымға шағымданады. Ғалым әлгі кедейден: көздеріңді маған 100 мың алтын теңгеге сатасың ба? Деп сұрайды. Кедей: жоқ, деп жауап береді. Ғалым: онда қолдарыңды маған 100 мыңға сатасың ба? Аяқтарыңды 100 мыңға сатасың ба? Ақыл есіңді 100 мыңға бересің бе? Деп сұраған сайын, кедей жоқ дегеннен танбайды. Сонда ғалым оған былай деген екен: сен 100 мыңдаған байлыққа ие болып тұрып, кедеймін деп қалай шағымданасың? Сонда әлгі кісі қолдағы байлығының армандаған жақсылықтарынан да маңызды екенін түсініп, және Алланың шексіз мейірімділігін сезініп, таубаға келіп шүкір қылған екен. Әлбетте, сен де өте зор сыйға бөленіп өмір сүріп жатқаныңмен оның қадірін білмейсің. Содан соң қарадай қайғы мұңға батасың. Алдыңда жеуге ыстық наның, ішерге суың дайын. Шаршасаң, ұйықтап ес жиясың. 12 мүшең аман. Қолда жоқтығын аңсап, барына шүкір қылмағаның қалай? Біраз шығындалсаң болды, жаның қиналып, қолыңда бар бақыт кілтін бағаламайсың. Жаратқан берген есепсіз нығметті ойыңа да алмайсың. Ойлан және шүкір етуді біл. Сондай-ақ өз болмыстарыңда да талай-талай айғақтың бар екені анық. Сонда да көрмейсіңдер ме? Зарият сүресі 21 аят. Өзің, туыстарың, үйің, жұмысың, денсаулығың, достарың және айналаңдағылар бәрі туралы жақсылап ойлан. Ол мүшриктер өздері өмір бойы қызығын көріп келе жатқан нығметтердің Алладан келгенін іштей біліп, мойындаса да, Алладан өзгеге құлдық ұрып табыну арқылы осынау нығметтерді жоққа шығарады. Нахл сүресі 83 аят. Деп сипатталғандардың қатарында болма.